Қайырлы күн баршаңызға. Менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін менің оқырмандарымның сұранысы бойынша қойды сойып, оның ішек қарнын тазалайтын боламыз. Қойды сойып алдық, ішек қарындарын бөлек салып алдық. Енді оларды тазалап көрсететін боламын. Бір шеттен жайлап тұрып көрсететін боламын. Асықпай көріп шықсаңыздар болады. Алдымен ішектерімізді осылай ажыратып алатын боламыз. Осылай ішек қарнымыздың барлығын бірінші ажыратып аламыз. Майынан ажыратып, егерден іш майы бар болатын болса, іш майларын бөлек алып алсаңыздар болады. Бұны жуып тазалағаннан кейін ешқандай иісі болмайды. Жасап көрсеңіздер болады. Ішек қарнынан өзінен де тамақ жасауға болады. Бұның горячий салат деген тамақ бар. Сондай тамақ жасап жеуге болады. Және де бұлардың барлығын, ішектердің барлығын өткізіп, әсіп жасауға болады. Егер әсіптің қалай жасалу жолын білгілеріңіз келсе, менің YouTube каналымда несі бар, толық видеосы бар, сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне ішектеріміздің барлығын бөліп ажыратып алдық. Енді жуып бастайтын боламыз. Жылы сумен жусаңыздар, ішіндегі тез кететін болады. Ішегіміздің ішіне су жіберіп тазалап алып отыратын боламыз. Бөлінген жерлері болса, осылай байлап қойсаңыздар да болады. Егерден ішектің жан жақтарында бездер болатын болса, ол бездердің барлығын алып тастасаңыздар болады. Ішегімізді бастаймыз. Ішіне су жіберіп алатын боламыз. Түсіп кетпеу керек. Тап-таза қылып тазалап алатын боламыз.
Осылай ішіне су жіберіп тазалап алатын боламыз. Қатты ұзын болып кетсе ыңғайсыз болады ішектер. Сол үшін ортасынан бөліп кесіп алып отыратын боламыз. Арнайы сіздер үшін асықпай барлығын түсіріп жатырмын. Көріп үйреніп алсаңыздар болады. Тегін мастер-класс.
Менің YouTube арнамда өте пайдалы қолжетімді рецепттеріміз бар. Сол рецепттерге қарап тамақтар жасасаңыздар да болады. Абайлап жасаймыз. Түсіп кетті. Кішкене ішектеріміз, соны тазалап аламыз. Ешқандай құм, қыл болып кетпеу керек. Тап-таза қылып тазалап аламыз. Қарынның өзінен палауға қоссаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көргенсіздер ме? Ішек қарыннан ішекті салмайды, негізі қарынды палауға салып жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Негізі жасап көрсеңіздер болады. Абайлап істеу керек. Мына жерде бізде ішегіміз жерге түсіп кетті. Оны үзіп тастай салдым. Жерге түсіп лай болып қалмау керек. Бұл ішектердің барлығын тазалап болғаннан кейін жақсылап тұзға шайып аударып алатын боламыз. Одан кейін қазанға салып бір қайнатып алу керек. Сол кезде иісі де болмайды.
бір қайнатып, кейін тамақтарға қолдана берсеңіздер болады. Қарынның сыртында осындай ішмайлар болады. Егер таза болса, ішмайларын да бөлек алуға болады. Осы жерінде кішкене бездер болады. Сол бездердің барлығын алып тастауыңызға болады. Оны тамаққа қосуға болмайды. Жей алмаймыз, оны тастаймыз. Мына талағы, оны да алып қойдым. Сыртындағы ішмайларын алып жатырмын қазір. Енді осы жерде ішектерін тазалайтын боламыз. Мына іште 40 қабат бар. Мен 40 қабатын алып тастайтын боламын. Оны тазалау өте қиын. Сол үшін мен алып тастадым. Егерден тазалауға ерінбесеңіздер, тазалап алсаңыздар болады.
Мына мен жуып жатқаным бұл Ұлтабар деген жері. Көтере алмай жүрген қыз-келіншектерге негізі осы жерлерін ырымдап беріп жатады. Қойдыкін көкпардан келген нелерді осындай Ұлтабар деген жерін қайнатып жеу үшін сол қыз-келіншектерге беріп жатады. Сондай естігенмін. Енді қарнымызды тазалап алатын боламыз. Оның ішіне қазір ішіндегінің барлығын төгіп аламыз. Жақсылап. Қарынды тазалаудың жаңа әдісі қазір сіздерге көрсететін боламын. Осылай қарнымыздың ішін жақсылап тазалап алатын боламыз. Қарынды теріс жағын аударып, ішін аударып алатын боламыз. Ішінің бәрі тап-таза болып жуылу керек. Қазір осылай аударып аламыз. Кейін бұның ішін қайнаған сумен тазалап та жатады бір кісілер. Біз ең оңай жолы бұның ішіне қазір әк салып қоятын боламыз. Кәдімгі әк дейтін әкті салып қойсаңыздар 10-15 минуттың ішінде тап-таза болып шығады. Ешқандай қырудың қажеті жоқ. Жуып тап-таза қылып жуып алсаңыз болады. Ана ішінің бәрі тап-таза болды.
Енді ішек қарындарымызды тазалап алатын боламыз. Мына қарынның ішіне мен уже әкті салып қойдым. Өздеріңіз шамалап бір уыстай салсаңыздар болады, бір 2 уыс салсаңыздар да болады. Барлық кішкене ішіне су құйып жібересіздер. Сонымен барлық жеріне тию керек. Барлық жеріне тигізіп 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз ішектерімізді теріс айналдырып алатын боламыз. Бірінші осылай теріс жағымен жақсылап тұзбен мұжғылап шайып алатын боламыз. Таза суға жуып аламыз. Сыртындағы нелер кету үшін, иісі кету үшін осылай тұзбен жуу керек. Жақсылап жуып аламыз. Енді осылай жуып аламыз. Енді бұл ішектердің барлығын ішін аударатын боламыз. Ішін аударып, тағы да тұзбен жуып аламыз. Енді ішектерімізді аударып алатын боламыз. Қолымызға кішкене ағаш алып алып, сол ағаштың көмегімен ішегімізді аударып алатын боламыз. Аударылмайтын ішектерді бір шетке қойып қойдым. Осылай енді ішегімізді аударып алатын боламыз. Барлығын қалдырмай аударып шығамыз.
осылай ішек қарындарымыздың барлығын аударып алдым. Енді бұны тағы да тұзбен жуып алатын боламыз. Жақсылап тұзбен жуып ішектерімізді өріп алатын боламыз. Осы кезде ешқандай иісі қалмайтын болады. Жақсылап тап-таза қылып жуып алу керек. Ішектерімізді 2 қайтара жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып алып, ішектерімізді өретін боламыз. Ұзын болып, ыңғайсыз болып жүргеннен осылай өріп алғанымыз кішкене ыңғайлы болады. Қазір бұл ішектердің барлығын қазанға салып қайнататын боламыз. Осылай өріп шығамыз. Тура қыздардың шашы сияқты өріледі. Өте әдемі өріледі. Барлығын өріп аламыз.
Осылай ішектеріміздің барлығын өріп, жуып тазалап алдық. Енді қарынды тазалайтын боламыз. Қарынның ішінде жаңа әгімізді салып қойып қойдық. Уже 20 минуттай өтті. Жақсылап мыжып жібереміз. Ішіне барлық жеріне әгі тиіп, ішіндегі қатпаршақтары түсу үшін қолдың көмегімен осылай тазалап жіберсеңіздер болады. Барлығы тап-таза болып шығады. Қайнаған суға салып, сыртын қырып, қиналмаймыз. Тура осылай тез тазалап алуға болады. Ешқандай әгі несі ештеңе қалып кетпейді. Тап-таза қылып жуып аласыз. Осылай тап-таза қылып жуып алдым. Енді қарынның өзін жуып алатын болам. 4-5 қайтара жуып тап-таза болғанға дейін жуып алатын боламыз. Мына қарнымыз тап-таза болып шықты. Ішін, сыртын, барлық жерін таза қылып жуып аламыз. Қажет емес жерлерін алып тастайсыздар өздеріңіз. Майлы жерлеріне жабысып қалады, соларды алып тастасаңыздар тап-таза болып шығады. Өзіңіздің уақытыңызды үнемдейсіз, өте жылдам болады. Қалған жерлерін қолыңызбен қырып тастасаңыз болады. Мына тап-таза болып шықты. Тап-таза болып шықты. Енді бұл қарнымызды ішекке қосып қайнатпаймыз. Бұл қарнның ішіне сол ішек қарындардың барлығын өткізіп, әсіп жасайтын боламыз. Әсіп жасаймыз. Осымен ішек қарындарымыздың барлығын тап-таза қылып тазалап алдым. Енді ішектерімізді тағы да бір рет жуып алып,
Болды, үйге кіреміз. Енді бұлардың барлығын қазанға салып қайнататын боламыз. Бұдан кейін газы қуырдақ жасайтын боламыз. Ертең дымлама жасайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Аяқ жағына дымламаның жасалу жолымен бөлісіп кететін боламын. Соңына дейін қараңыздар. Кешкі асқа қуырдақ. Дымламаның жасалу жолымен бөлісіп кетейін сіздермен. Ең алдымен астына құйрық майымызды барлығын жеріне жайып шығатын боламыз. Барлық жеріне жайып, енді етімізді турап алатын боламыз. Негізі астына картошкаларды салатын едім. Мен бірінші етін сап қойыппын. Қайтып алып, картошкаларды салып шығамын. Барлығын астына картошкамыз қып-қызыл болып қуырылу үшін астына картошкалардың барлығын жайғастырып шығатын боламын. Картошканың үстіне еттерін қойып шығатын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Менің етім тұздалған болғандықтан тұз шашпаймын. Тұзды ең бетіне шашатын боламын. Қазір етке, картошкаға тұз шашпаймын.
Картошкамызды жайғастырып алдық. Оның бетіне етінің барлығын салып шықтым. Оның үстіне пиязымызды майдалап турап, пиязымызды қойып салып алатын боламыз. Менде мына жерде камерам дұрыс түспей қалған екен. Бірақ барлығы көрініп тұр. Пиязымызды осылай майдалап салып аламыз. Енді бетіне сәбізімізді салып алатын боламыз. Сәбізімізді осылай жартылай домалақ етіп салып алатын боламыз. Сәбізімізді де турап салып алдық. Картошкам кішкене аздау болғандықтан бетіне тағы да картошка салып, чесногымызды, укробымызды салып алатын боламыз. Осы жерде қазір кішкене тұз шашып жіберуді ұмытпаңыздар. Укробымызды турап алдық. Енді бетіне помидорымызды да осылай турап шығатын боламыз. Осы жерде переправа, тұз барлығын салып алсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып аласыздар. Лавровый жапырағын да қосуды ұмытпаңыздар.
дәмдеуіштердің барлығын қосып алдық. Енді бетіне капустаны жауып шығатын боламыз. Капустамызды барлық жеріне жауып қоятын боламыз. Осылай капустамыздың барлығын бетіне қойып шыққаннан кейін газге қоятын боламыз. Бірінші астын қатты қойып кішкене иісі шығайын деген кезінде уже астын жай қойып дымдап пісіреміз.